Barşаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын жылқы етінен жасалған қуырдақтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен мына жылқы етін қалағанымызша турап аламыз. Майда болса майдалап, ірілеу болса ірілеу болып, өздеріңіз қалағаныңызша туралап аласыздар. Мен осындай етті қатты майда қылмай, ірі қылмай турап алдым. Жақсылап етіміздің бәрін турап алдық. Енді мына қызып тұрған қазанымызға мен мынандай жылқының майынан салып жіберемін. Дәмі шығу үшін. Енді майымызды әлемелеп шыжғырып алдық. Енді осыған кішкене сұйық май құямыз. Өзіміздің қалауымызша. Осылай азырақ құямын. Енді осы пиязымызды турап аламыз. Алдымен осылай жақсылап пиязымызды турап дайындап аламыз. Қазанымызда енді пиязымызды салып жақсылап осыны қызартып турап аламыз. Пиязымызды жақсылап турап алдық. Енді етімізді сала берсек болады. Турап, жуып дайындап алған етімізді саламыз. Кішкене қуырылса, кішкене қуырылсын. Етіміз жақсы қуырылып жатыр. Мына жерде мен етім тұздалған, сондықтан тұзды азырақ саламын. Дәміне қарай сала бересіздер тұзды. Етімізді енді піскенін күтеміз. Өте баяу отқа қақпағын жауып қоямыз. Қылбырап, жұмсақ болып пісіп алды. Енді осының үстіне турап алған картошкамызды саламыз. Міне біздің қуырдағымыз дайын болды. Енді шетінен сала берсек болады.